Сыртқа шықсам, көктемнің ызғарлы қара суығы ұрып тұр екен. Мейрамхананы жағалап жүріп келемін. Астананың ызғарлы суығы жаңағы Талғаттың анасының сөздерінің қасында түк те емес еді. Саусақтарым суықтан қарысып қалса да түк сезбедім. Екі аялдама жаяу жүріп, бір кезде жол жиегінен такси ұстадым. Үйге жеткен соң есікті Айнұр ашты. Мені тағатсыздана күтіп отырғанға ұқсайды. Нағашы көкемдер бір досына қонаққа кетіпті. Үйде Айнұр жалғыз өзі ғана екен. Мен есіктен кіре сала, қош, кездесу қалай өтті? Талғат та келді ме? Қашан үйленетін болдыңдар? Деп мені сұрақтың астына алып жатыр. Мен үнсіз ғана бөлмеге кіріп, киімімді ауыстыра бастадым. Айнұр маған сұраулы жүзбен қарап тұр. Бір кезде отыра қалып жылап жібердім. Айнұр жаныма жетіп келіп, «Гүлко, не болды? Айтсаңшы, неге жылайсың?» деп құшақтай алды. Мен жылап отырып, Талғаттың анасының айтқан сөздерінің барлығын Айнұрға айтып бердім. Айнұр таң қалды. Сөйтіп, «Гүлко, мен Талғатпен сөйлесемін. Анасының мұнысы несі?» деп ашуланып жатыр еді. Мен, «Айнұр, Талғатпен сөйлесудің қажеті жоқ. Ендігі мені іздесе жоқ» деп айт. Осымен барлығы бітті. Бұл тақырыпты ендігі қозғамайықшы дедім де, денем қалшылдап барады деп жатып қалдым. Суық өтіп кетті ме, сол күннен кейін қатты ауырып қалдым. Қызуым көтеріліп, 3 күннен кейін есімді жиып, орнымнан тұрып, диплом қорғауға дайындала бастадым. Талғат үйге қоңырау шалып, мені іздей бастады. Шамасы анасы екеуміздің кездесуіміз жайлы оған айтпаған секілді. Талғат мұнана хабарсыз болып, ештеме түсінбей университетке де келді. Алайда мен онымен кездесуден бас тартып, сөйлеспей қойдым. Одан қашқақтай бастадым. Сөйтіп едім, ол Айнұрдан менің неге бұлай істеп жүргенімді сұрапты. Айнұр бастапқыда ештеме білмегенсіп жүргенімен, кейін Талғат сұрап болмаған соң Айнұр бар шындықты жайып салыпты. Анасының сөздерін де айтып беріпті. Талғат мен ойлағандай одан мүлде хабарсыз екен. Дегенмен Айнұрға үйдегілер қарсы болса да, мен Гүлнұрды сүйемін. Жас айырмашылығымыз да, үйдегілер де ешкім бізге кедергі бола алмайды деп айтыпты. Мұны естігенде жүрек түкпірінде бір үміт оты жарқ ете қалғандай болды. Бірақ анасының сөзі есіме түсіп, көңілім су сепкендей басылып қалды. Күн жылынып, жайма шуақ жаз келіп, диплом қорғайтын уақытта ауылдан ата-анам келді. Сөйтіп жоғары оқу орнын аяқтап, қолыма диплом алдым. Ата-анам менің оқуды бітіргеніме қатты қуанды. Әкем осындағы баяғыда бірге қызмет істеген досымен кездесіп, мені сол кісінің ұлының жеке фирмасында жұмысқа орналастыратын болды. Сөйтіп құжаттарымды реттеп, 2 айдан бір қызметкердің орнына сол фирмаға жұмысқа тұратын болып келісіп, ата-анаммен бірге ауылға кетіп қалдым. Әкем 2 ай ауылда демалып қайтасың, миың тынықсын деп алып кетті. Мен де осы аралықта Талғатты ұмытайын, жаңа өмір бастаймын деп шештім. Менің кеткеннен кейін ол да мені іздеуін доғарып, үмітін үзетін шығар деп ойладым. Сөйтсем оның қамқор ата-анасы Талғаттың Мәскеу қаласының жоғары оқу орындарының біріне ауыстырып, Мәскеу оқу орнынан диплом алсын деп жиендеріне қосып, сонда жіберіпті. Мұны маған Айнұр айтқанда, махаббатымның соңғы нүктесі қойылғанын ұқтым. Сонда да бақыттың кілті еркекте емес, керісінше, жігіттер бақыттың кілтін менен іздесін, қол жетпес арман болайын. Талғаттың анасы айтқандай оқуымды жалғастырып, карьера жасайын, деп магистратураға оқуға түсуге шешім қабылдадым. Ауылда 1 ай демалып, Астанаға қайта келдім. Өйткені магистратураға құжат тапсырып, емтихандарға дайындалуым керек еді. Ата-анам мұныма қарсы болмады. Барынша қолдау көрсетуге тырысты. Әкем жұмыс жағын және сөйлесіп, жарты ставкаға жұмыс істейтін болдым. Жұмысты ең төменнен төменгі сату маманы болып бастадым. Талғатты жүрегімнен сызып тастадым. Онымен барлық байланысымды үздім.
Тек жұмысқа ден қойдым. Күзге қарай сабағым басталып, түске дейін жұмыста, түстен кейін білімімді шыңдауға кірістім. Астанаға қылышын сүйретіп қыста келді. Жұмыс, сабақ деп жүріп, уақыт зымырап өтіп жатты. Талғат нағашымның үйіне қоңырау шалып, мені сұрайтын. Бастапқыда мені жоқ деп айта салыңдаршы дейтінмін. Нағашы жеңгем менің сәтсіз аяқталған махаббатымнан хабары бар еді. Ол кісі барлығына түсіністікпен қарап, жаным, әлі жассың ғой, сен ешкімнен де кем емессің. Ата-анаң да адал, еңбекқор, керемет адамдар. Осы себепті басыңды тік ұста, оқуыңды жарқын болашағыңды ойла, деп маған ақыл кеңесін айтып, көп қолдау көрсете білді. Өйткені мен қалаға келіп, жүгенсіз кеткен қыздардан емес едім. Нағашыларым менің бір ерсі қылығымды көрген емес еді. Әкемнің үмітін ақтаймын, ұятқа қалдырмаймын деп бар ықыласым тек оқуда болды. Талғат сол студенттік өмірімнің жарқын бір бөлігі еді. Кейін Айнұрға енді Талғат қоңырау шалып, мені сұрайтын болса, ол ауылына тұрмысқа шығып кетті деп айтшы дедім. Сөйтіп Талғаттың үмітін мүлде сөндіріп тастағандай болдым. Бұл іштей маған ауыр болғаны мен осылай жасауға мәжбүр болдым. Сонан кейін Талғат мүлде хабарласпай, сол кеткеннен мол кетті. Солай дегенім мен Талғатты іштей қимайтынмын. Кейде қатты жалғызсырап, оны сағынатынмын. Сондай кездері оны ұмыту үшін анасының сөздерін есіме алатынмын. Анасының сөздері есіме түссе болды, кеудемді ашу ыза кернейтін. Осылай санамдағы ойлардың сан рет арпалысқан кездері болды. Уақыт өте келе оны да ақырындап ұмыта бастадым. Күндіз жұмыста, түстен кейін сабағыма барып жүрдім. Талғатты ұмыту үшін бар жігерімді салып жұмыс істеп, басшылықтың көзіне түсіп, көңілдерінен шыға бастадым. Осылай сату маманынан менеджерге дейін көтерілдім. Табысым да арта бастады. Бизнестің қыр-сырын жетік меңгере бастадым. Магистратураны аяқтағаннан кейін жұмыс орнымда бір бөлімнің басшысы болып тағайындалдым. Шет елге іс-сапарға шығып, жер көріп, ел көре бастадым. Дүние танымым кеңейіп, бойымда баяғы ауылдың қызынан ештеме қалмады. Нағыз іскер ханымға айналдым. Осы кезде әріптес, дос-жаран арасынан маған көз салып, сөз салған жігіттер болды. Алайда ешқайсысы көңіліме жақпады. Сөз салған жігіттерге кекесін мен мысқылдап жауап беріп, артымнан жүгіртіп, кейбірін үміттендіріп қойып, кейін жоқ деп жауап беретінмін. Осылай жүргенімде жасым да ұлғайып, 25 пен қоштасып, 26-ға қараған шағымда анам хабарласқан сайын, қызым-ау, қашан тұрмыс құрасың? Жасың өтіп барады. Жалғыздық жаратқанға ғана жарасқан дегендей сөз салған жігіттердің барлығының бетін қайтара бермей, сөйлесіп көрсеңші, кейін өз теңіңді кездестіру қиын болады ғой деп айтатын болды. Содан ата-анамның сөздері әсер етті ме, өзім де ойлана келе, енді сөз салған жігітпен сөйлесіп көрейінші деп шештім. Осылай жүргенімде өзіммен көптен бері бірге жұмыс істейтін Ғалымжан деген жігіт болатын. Бойы ұзын, кең иықты, жауырыны қақпақтай, баяғының батырларына ұқсайтын, бидай өңді, сымбатты жігіт болатын. Жұмыстағы көп қыз келіншектер Ғалымжандарына келе қалса, соған қылмыңдап тұратын. Сол Ғалым жаңа әріптестермен атап өтіп жатқан жаңа жыл кешінде мені көптен бері ұнататындығын айтып, көңілін білдірді. Мен одан мұндай қадамды күтпеген едім. Өйткені бұрын соңды оның тарапынан маған деген қызығушылығын, сезім әрекет көзқарасын байқамаған едім. Ғалым тауар жіберетін бөлімде, складта әріптестердің бірі ғана. Көрген жерде сәлеміміз түзу болатын. Осы кеште бұрын байқамаған екенмін. Онымен бетпе-бет келгенде оның жүзінен Талғатқа ұқсастығын байқадым. Жымиып күлгенде бетінде пайда болатын шұқыршығы, қоңыр көздері, аққұба өңі, тіпті шашының түсі де Талғаттікінде қоңырқай жылтырап тұратын.
Жаман жігіт емес секілді көрініп, онымен сөйлесіп көруге бел будым. Жұмысқа тұрғалы осы жылғы жаңа жыл менің алдағы өміріме үлкен өзгеріс әкелетіндей, бір жақсылықты көңілім сезгендей болды. Осы жылғы кештен үйге көңілді оралдым. Сол кештен кейін ғалым екеуміздің жұмыстағы қарым-қатынасымыз өзгере бастады. Екеуміз түскі асқа бірге баратын болдық. Сәйкестік пе, әлде жүрегіміз қалап тұрды ма? Әйтеуір екеуміз кешке жұмыстан бірге шығып қаламыз. Ол пәтер жалдап жалғыз тұрады екен. Екеуміз кешкі Астананы қыдырып, кешкі ас ішіп, көңіл жарастыра бастадық. Ғалымның ата-анасы Астананың маңындағы бір ауылда тұрады екен. Қолдарында інісі мен келіні бар екен. Әпкесі басқа қалаға тұрмысқа шыққан. Ол да отбасылы, қарапайым адамдар екен. Осы жерде санама сіңіп қалған Талғаттың анасының сөзі есіме түсті. Тең-теңі мен тезек қабымен. Дегендей, менің отбасыма тең екен ғой деп ойладым. Өзім жоғары білімді, іскер адам болса да өз-өзімді неге бұлай бағалайтынымды білмедім. Сырттай өз-өзіме сенімді көрінгеніммен іштей осылай ойлайды екенмін. Содан екеуміз жақын танысып, сырласып, сөйлесе бастадық. Ғалымнан неге осы уақытқа дейін үйленбегенсің деп сұрасам, жасыратыны жоқ, ұнатқан адамым болды. Онымен азаматтық некеде біраз уақыт бірге тұрдық. Алайда үйленеміз бе деп жүргенімізде ол мансап қуып басқа жаққа кетіп қалды. Деп өткен өмірі жайлы көп айтқысы келмеді. Мен де ары қарай қазбалай беруді жөн көрмедім. Содан екеуміз бір-бірімізді ұнатып, көңіл қосып, көктем айында отбасын құруға бел байладық. Ата-анам ауылдан жөн жоралғысын жасап, үйден ұзатып салды. Ғалымның үйіне келін болып түскеннен кейін, бір айдан кейін Астанаға ғалымның жалдамалы пәтеріне келіп тұра бастадық. Таңертең жұмысқа бірге барамыз, кешке бірге қайтамыз. Отбасылық өміріміз бір сарынмен жүріп жаттық. Көп ұзамай менің аяғым ауырлады. Мұныма күйеуім қатты қуанды. Ауылдан ата-енем де жиі келіп тұратын. Содан мен декреттік демалысқа шығып үйде отырдым. Босануға керек жарағымды алып, дайындалып жүрген болатынмын. Бір күні үйге аяқ астынан енем келіп қалды. Түнде ыңғайсыз жатып, айы күнім жақындаған сайын жүріп тұруым қиындап, түнімен ұйықтай алмай, сол күні ұйықтап қалыппын. Ғалым таңертең өзі тұрып, таңғы асын ішіп, ас бөлмені жинамай, асығып жұмысқа шығып кеткен-ау, үстелдің үсті шашылып жатыр екен. Есікті ашып, енемді қарсы алған соң, қонақ бөлмеге өте беріңіз дедім де, жуынатын бөлмеге кіріп кеттім. Беті қолымды жуып шықсам, енем ас үйде үстелдің үстін жинап жатыр екен. Мен кіре сала, мама сіз отыра беріңіз, қазір өзім жинап шай қоямын деп едім. Енем жақтырмаған сыңаймен маған қарап, түске дейін ұйықтап жатырсың ба айналайын? Ғалымға таңғы ас бергенсің бе өзі? Әлде аш кетті ме жұмысқа деді. Босанатын уақытым жақындаған сайын түнде ұйықтай алмай жүрмін. Таңға жоқ ұйықтап кетіппін, өзі шай ішіп кетіпті деп едім. Енем бір күрсініп алды да, мен 3 перзент әкелдім өмірге. Аяғым ауыр болғанда да, таңертең ерте тұрып папаңа таңғы асын беріп, оны ешқашан аш құрсақ жұмысқа жіберген емеспін. Аяғың ауыр сен ғана емессің ғой, ертең бала тусаң мүлде жататын шығарсың, дегенде мен сөзден тосылып не айтарымды білмей қалдым. Сол күннен бастап енем екеуміздің сөзіміз жараспайтын болды. Одан қалса енем ғалымға да мені әйелің жатаған жалқау, олақ, салақ, баяғы жадыра жақсы еді. Үй тіршілігіне де пысық, тірлігі де шапшаң еді деп, мені ғалымның азаматтық некедегі әйелімен салыстырып, құлағын бұрай береді екен. Мұны мен босанғаннан кейін түсіндім. Айы күнім жетіп, 12 сағат толғатып, қатты қиналдым. Сонда енем, және кәрі қыз болған соң туа алмай жатыр деп және айтыпты. Сөйтіп сәбиім ірі болған соң, оның үстіне қан қысымым көтеріліп кетіп, мені дәрігерлер кесір тілігімен босандырып алды. Өмірге балпанақтай қыз баланы әкелдім. Наркоздан есімді әрең жиып, сәбиімді іздедім.
Жансақтау бөліміндегі медбике: Гүлнұр ханым, уайымдамаңыз. Қызыңыз балалар бөлімінде. Палатаға шыққан соң жаныңызға әкеліп береді деген соң жүрегім орнына түсті. Сөйтіп әбден кеш болғанда палатаға шығып, сәбиімді қолыма алдым. Жанарыма жас үйіріліп, аналық сезімім оянды. Ғалым хабарласып, қал жағдайымды біліп, төмен жақтан сәбидің жаялықтары мен ыстық тамақ бері жібергенін айтты. Сөйтіп жағдайымыз дұрысталған соң ауруханадан шықтық. Ауылдан ата-анам, әпкелерім мен жеңгелерім келіп, бір қауым ел болып шығарып алды. Енемдер үйде ет асып, дастархан жайып қойыпты. Анамдар бір күн қонып, ертесінде қайтатын болды. Екінші әпкем жанымда біраз болайын деп еді. Енем өзім қараймын, қырқымнан шығарамын, уайымдамаңыздар деген соң ол да қайтып кетті. Сөйтіп енем біздікінде қалды. Қырқымнан шығуға көмектесемін деген енем, бала қарауды ұмытып қалыппын. Назипаш босанған соң өз баласын өзі шомылдырып, өзі қарады деп, енем мені емес, мен енемді күттім. Жеңгелерім мен әпкелеріммен хабарласа отырып, мамам бар ақылын сұрап, қызымды кіндігі түскен соң өзім шомылдырып, өзім қарадым. Ғалым таңертең ерте кетіп, кеш келеді. Үйде енем екеуміз ғана боламыз. Ол кісі маған үйтесің, бүйтесің дегеннен басқа не балаға қарап жарытпады, не маған дұрыс демалып күтінуіме мүмкіндік бермеді. Бөлмеме кіріп, бала емізіп жатып ұйықтап кетіппін. Сондай кезде: Гүлнұр, шықсаңшы, шай ішейік деп есігімді тықылдатып оятып алатын. Содан бір күні ыстығым көтеріліп, қатты ауырып қалдым. Таңертең басымды көтере алмай әзер тұрдым. Төсектің жанындағы сөреден дәрі алып ішейін десем, су жоқ екен. Содан әзер тұрып, есікке жақындағанда күбірлесіп сөйлесіп жатқан енем мен күйеуімнің дауысын естіп қалдым. Сөйтсем енем: сенің қатының ғана ма бала туған? Ана келін Назипаш туа салып, баланы да қарап, үйдің тіршілігін де жасап жүрді ғой. Өлгені жоқ. Сенің қатының жалқау, бос деген секілді әңгімелер айтып жатыр екен. Ал күйеуім болса: мама, қойыңызшы, кеше ғана ғой босанғаны. Есін жиып алсын да деп жауап қайтарып еді. Енем: баланы жастан, қатынды бастан деген. Отыр енді, таңғы асыңды өзің жасап, ішіп, ыдыс жуып, қатын не керек олай болса деп жатыр еді. Менің шыдамымның шегі үзілді. Өз-өзімді ұстай алмай қалдым. Бөлмеден атып шығып: мама, болды, жетер. Ұлыңызды неге маған қарай қайрап отырсыз? Неге біздің отбасылық өмірімізге араласа бересіз? Маған көмектеспесеңіз де тыныштық беріңіз деп айқайлап жіберіп едім. Енем: әй келін, сен орныңды біл. Сен кімсің маған айқайлайтын? Мені қуып жатырсың ба деп түрі түтігіп кетті. Осы кезде ғалым ұшып тұрып, күтпеген жерден жұдырықпен бір ұрғанында мен анадай жерге ұшып түсіп, есімді жоғалттым. Содан көзім көгеріп, 39-40 градус температурамен жедел жәрдем келіп, көмек көрсетіп, ыстығым түскен соң есімді жидым. Сөйтсем енем мен жолдасым мені бас айналып құлап, бетін соғып алды депті. Мен үндемедім. Ләммім деп үн қатпадым. Барлығын ішке жұттым. Жолдасым аяқ жағымда кешірім сұрап, жалынып жалпайып отыр. Енем болса қызымды алып, қонақ бөлмеде отыр екен. Сол күні орнымнан тұрмадым. Жүрегім қысылып, үнсіз қыстыға жыладым. Бір кезде енем кіріп, қызымды жаныма жатқызып: Гүлнұр, баланың қарны ашты. Емізесің ғой деймін. Мен жиналып қойдым. Ғалым автобекетке шығарып салады. Ауылға қайтамын деп еді. Мен үндемедім. Қызыма омырауымды беріп жата бердім. Бір кезде сыртқы есік сырт етіп жабылды. Енем мен ғалым шығып кеткен соң мен дереу орнымнан тұрдым да өзіме қажетті құжаттарым мен қызымның жаялықтарын алдым да нағашымның үйіне кетіп қалдым. Сөйтіп сол кеткеннен бір жолата ажырасып кеттім. Отбасылық өмірге қадам басқаным кеше ғана болғанымен аз ғана уақыттың ішінде жалғыз басты ана статусына ие болдым. Дегенмен өткеніме ешқандай өкінішім жоқ.
Өйткені мен үшін бақыттың кілті еркекте емес. Менің ұстанымым бойынша бақыт әр адамның өз бойында, ойында, өмірлік ұстанымдарында. Тағдыр деп тағдырды да кінәлауға болмайды. Өйткені тағдырың өз қолыңда дегендей, тағдырдың көлеңкелі тұстарынан күн сәулесіне қарай өзіміз жол таба аламыз. Бастысы денсаулық пен жанымыз тыныш болсын. Жаның тыныш болса, миың да тыныш. Ми тыныш болса, жұмысың да берекелі. Еңбегің берекелі болып жатса, әл-ауқатың да, тұрмысың да жақсы болады. Өмір бір-ақ рет беріледі. Бақытың өз қолыңда.